Бүгін кеште, яғни ораза айының 26-сынан 27-сіне қараған түн. Бұл наурыз айының 16-сынан 17-сіне қараған түнге сәйкес келеді. Көптеген ғалымдардың пәтуасы бойынша қадір түні деп саналған. Бұл түнде барынша көбірек құлшылық жасау керекпіз. Алдымен ауызашар кезде жақсылап дұға жасайық. Одан кейін көптеген мешіттерде қариларымыз тараух намазында Құран кәрімді хатым жасап жатыр. Осы қадір түнінде сол қариларымыздың тараух намазында жасаған Құран хатымының тараух намазынан кейін дұғасы жасалады. Қадір түнінде мешіттерге келіп, осы дұғаға қатысқанымыз сауапты болады екен. Және сонымен бірге осы қадір түнінде тәсбих намазын, тәһәжүд намазын, қажет намаздарын оқығанымыз жақсы. Бұл намаздардың қалай оқылатындығы жөнінде ақпарат біздің Инстаграм парақшамызда бар. Әрине, көбірек сауап алу үшін таң атқанға дейін отырғанымыз дұрыс. Егер ертесінде жұмыс болатын болса, шаршап қалатындай жағдай болса, белгілі дәрежеде құлшылық жасағаннан кейін демалуға да рұқсат екен. Сондықтан осы қасиетті түнде өзіміз үшін, еліміз үшін, жалпы барша адамзат үшін көп дұға жасайық. Алла тағала құлшылықтарымызды қабыл қылсын.